Барлықтарыңа ассалаумағалейкум достар, сендермен бірге мен Олжас достар. Біз бүгінгі видеода выживание ойнауды әрмен қарай жалғастыратын боламыз. Я достар, бұл бізде по-моему үшін анау не істеп жатыр? Әлімжет көрсетіп отыр анау, е-мое. Так достар, ошым айтқанда бұл бізде по-моему айтқанда 3-ші бөлім. Я достар, біз бүгінгі видеода 3-ші бөлімде мына артымыздағы тұрған үйді бітіріп тастайтын боламыз. Және де шахтаға бару керек секілді бізге, өйткені бізде ресурстар өте аз. Ал ендеше мен өзімнің видеомды бастаймын. Гоуте! Ал мінеки басталды. Енді біз достар, біз бүгінгі видеода мына үйдің крышасын жасайтын боламыз, және мына терезесін жасап тастау керек боламыз. Бүгін біз бізге ең алдымен лопата, күрек, сердце, жүрек деген зат керек бізге. Мына жақтан песоктарды қазып алайын. Осылайынан қазып аламыз. Судың ішінде тұрған екен. Судың сыртында тұрып қазып алатын боламыз. Сонда қазу тез болады. Ал ішінде болсақ өте жай қазамыз. Сондықтан да осылайынан алып алатын боламыз. Деп ойнатып отсаң, намбейді қазып алайық. Ал енді қанша болды бізде? 25 құм бар екен. Бұл 25 құмның өзі бізге жететін секілді деп тұрмын енді. Ал енді ойбай, біздің пешканы аяқта екен ғой. Шатасып отыр. Бізге 12 ағаштың барлығын салып тастайық. Наны қайнатып тастайық. Бізге тамақ жеп алу керек айтпақшы, е-мое. Все болды, қарымыз болады осының өзі. Ал енді наның барлығын ағашқа айналдырып тастауымыз керек. Біз кәдімгі ағашқа осы 64 стак, бір стак жететін шығар деп ойлаймын енді. 44 бар екен. Осының барлығын осындай атандай ступенька ма? Ступенькаға айналдыратын боламыз. Бізде қалай болады өзі? Осылайынан оны әдемі қателестің Олжас. Айтпақшыдай біз тозикке тамағын беріп қояйық осылайынан. Кормить, все болды. Тамағын беріп қойдым. Тозикке енді тоқ жүретін болады. Ал енді осылайынан крышасын қатес істей бердік қой. Қатес істейміз. Давай Олжас деп қолдап отыратын ешкім жоқ па? Давайте достар, арнаға тіркеп лайк басып қолдап отырыңыздар. Ешкім қолдап отырмыз деп жылап отырсаң, достар. Ойнап айтам достар. Алдыңғы бөлімде сіздер маған деген потолок активті көрсетіп тастапсыздар. 400-ден астам просмотр, 10-нан астам, 15-ден астам лайк жинап тастапсыздар. Сіздерге өте қатты рахмет достар. Қазір оның барлығы экранда шығып жатқан шығар. Айтпақшыдай, мен топ комментарияларды шығармаппын ғой экранға. Пух өткізіп топ комментарияларды шығарып тастайық. Все болды, бізде осылайынан шықты. Ал енді бізге үйдің үстіне шығу керек. Үйдің үстіне шығу керек болды ғой. Бізде оған ешқандай проблема жоқ. Осындай жерді пайдаланып шығып кете саламыз. Хоп деп қоя саламыз да. Былайынан үйдің үстінде жасайтын боламыз. Мына жерде осылайынан кетеді ғой. Дұрыс қоя. Қазір жерге түсіп оны да көру керек енді. Қоятырыңыздар достар. Қазір мен аларды бетіп алып тастайын. Менде қазір мына жерде бір жер қате болып қапты. Сол қатені жөндеп жіберейік. Мынандай блоктан кетсе мына жерде. Мына жерде мындай полу блоктар кетпейді. Бұл жерде бізде мыналарды да сындырып тастауымыз керек. Жерге түсіп кетпей, жарайды, қоя берші. Қайтадан шыға саламыз. Мына жерде дайын зат бар. Мына уже дионға айналып кетті ғой. Мынаны енді алып алайық өзімізге. Мына жақтан сорлы құлай берді ғой. Осылайынан все болды. Енді көрейік. Енді дұрыс болды. Ал енді бандегі заборда қайтадан қойып қойық. Бұл забор дұрыс, осы жерде тұрады екен. Мінеки біздің неміз әзірге осылайынан шығып жатыр. Мына жерге мынандай бір ступенька қоямыз. По-моему болған секілді. Мына жақта дұрысталған секілді. Болды, дұрыс, барлығы дұрысталды. Бізде ступенька бітіп қалды. Қазір қайтадан жасап алуымыз керек. Мынаны барлығын ағашқа айналдыру керек болды ғой. Бізге ступенькалар жетпей қалатын болды ғой. Мүлдем мәссаған. Достар, мінеки бізде
терезе қайнап болыпты, песок терезеге айналыпты. Ал енді осындай жіңішке терезеге айналдырамыз да, осылайынан терезелерді қойып шығуымыз керек. Біз бос жерлерге осылайынан мына жерге хоппа хоппана деп қоямыз. Қоятыңыздар, мына жақ негізінде біртүрлі болып қалған сияқты, ары беттен қарағанда, сыртынан қарағанда. Сыртынан қарағанда біртүрлі болып қалған екен, бірақ та нормально тұра берсін, естіп не болса да. Все болды. Айтпақшы, мен ступенькілерді жасап алған болатын. Берген. Өл айбон. Оған берге. Өлсей, сен мен ұрып атқан кезде өлу керексің, сен білесің бе сен соны, айбон, соны білуің керексің сен, емайы. Ал енді бұлайнан хоппа деп арғымен қарай крышамызды аяқтап тастауымыз керек. Емайы, қателесе берді, Олжас қателеспеші, емайы, сен қателесетін адам емессің. Сен білмеймін, сен кімсің ме? Мен кіммін өзі, мен емайы. Ән таға телесім, ағаштан азай болды, ағашта бір кедер жасай берді, қайта, емайы. Бұлай, все болды. Ал енді мына жақта бұлайнан сындық басты қате болып шыққандықтан осыларында алып тастаймыз. Бізге мынандай жерлер керек, бұларды бұлай қою үшін керек бізге. Хоппаны, емайы, біздің үйдің крышасына өте көп ағаш кететін сияқты. Менде қазір ағаш бітті, барлығын осындай кәдімгі ағашпен ступенька жасауға құртқан болатын. Қазір бізге тағы да ағаштар жинау керек болып қалады секілді. Мынау жете ма, жоқ, 17, 16, 15 не деп кеттіңіз? 15 ступенькілі осылай нават жетпейтін сияқты таусылып қалады қазір уже. Бұлайнан қисайтып істейміз, осылайнан әдемі көрінеді бізге. Хоппа, мінеке әдемі. Инаны бұлай. Енді бізде ағаш жинау керек болды ғой бізге. Ағашымыз жетпей қалды ғой. Осылайнан хоппана. Ровно біткен айтам да, ровно жетті оны ерге. Ал енді бізге примерно жерге бір 30 шақтыдай керек сияқты. Біз бірінші қазір ұйықтап алайық, қазір бізде түн болып жатыр. Хоп еткіз, әлі уақыт бар екен ғой. 32 ступенька жасаған болатын, осы енді 32 ступенька жетпейтін. Осы 32 ступенька жетпейтін болса, енді білмеймін. Жоқ ма, жететін, смело жететін секілді. Бұлайнан енді жасап шығайық тез. 32-25 жететін, әшейін жететін. Датауы артығымен қалайын деп тұр ғой, деген. Есептеп жасадым ғой, барлығын көрінді ма? Оппа. Енді соңғы блоктар ғана қалды. Бұлайнан қисайтамыз, бұлай. Все болды. Ал енді астыға түсіп көрейік. Алып тастауымыз керек. Қазір мынау жаман көрініп қалады. Мынаны хоппа, алып тастайық. Ойбой, қатты түсіп кеткен соң. Осылайнан алып тастаймыз. Мынаны да алып тастаймыз. Мына жерге қайтадан жерді қойып қойып, жаман көрініп кетті просто. Ал енді көрейік енді. Тауық. Өлтіріп тастағансың. Алма. Алманы аламыз, алманы жейміз. Мінеке үйіміз. Емайы, қолап қал. Оғышым айтқанда үйіміз әдем болып шықты негізінде, үйге. Достар, қалай ойлайсыздар? Үйге қанша оценка бересіздер? Оценка дегенде қанша баға бересіздер? Комментарияға 10-нан 1-ге дейін баға беріп кетіңіздер, достар. Есігін жауып тастайын, енді көрейік. Енді мінеке көрдіңіздер ма? Потолок болып шыққан сияқты негізінде үйімізше. Маған білмеймін, өте әдем болып шығып тұрады. Ал енді мына заттардың барлығын үйге тастау керек. Мына ішінде тым жоқ екен. Мына ішінде заттар енді бар екен да. Бұның ішінде заттар енді. Ең алдымен үйге барып, мен жақтан сандыққа заттарды салып қойайын. Жерге хопа деп керегіміз заттардың барлығын, әзірге керегіміз заттардың барлығын салып қойайын. Салынбай атқан айтам да, барлығын салып қойсақ. Не деген жер мынау, менде деген
жер деген өте көп екен. Ё-моё, бәрін жинай берген. Бане алғам. Так, қоя тұрыңыздар, мен мына жақтан төсекті алайын да. Бұл төсекті мына жаққа қояйын. Так, бізге екінші төсек керек болды ғой. Ё-моё. Так, қой берге бер. Мен сені қазір өлтірем. Мен сенен төсек жасайын. Бірақ та әлі 2 қой керек па деп қоямын да. Бірақ мына сандықтардың ішін қарау керек, бізде жүндер болып қалуы мүмкін. Так, бір жүн ғана керек бізге, болды. Одан кейін екінші төсекті жасап түргеміз ғой. Ё-мо, не деген заттар шашылды мына ішінен. Так, мынаны барлығын алып алайық. Так, енді ана сандықты көріп келейін. Сандықтың ішінде бар екен ғой, смело жетіп тұр екен ғой. Так, енді әлі жерге осыдан 2 сандық қыламыз. Так, мына печканы аламыз, верстакты аламыз. Так, бұлайынан қояйық. Мына печканы осайынан қоя салайық, ә? Дұрыс тұра берсін. Так, мына барлығын енді салып қояйық. Железный кирка керек бізге, мыналар керек. Қазір қайнатып қоямыз бұларды. Так, мыналарды еге саламыз. Так, мына барлығын осайынан енді қойып қояйық. Мына тас керек болып қалады бізге. Именно тас керек болып қалады. Бізде болған секілді. Аха, все болды. Ал енді бізге төсек жасау керек. Бұл төсекті мына жерге қойып қояйық. Мына жаққа бағалы 2 сандықтан қоямыз. Оның ішінде бағалы заттарды қоямыз. Яғни, так, ал енді бізге мына жерден бірақ көмір бар екен. Мына жерде осыны сала салайық. Ағаштарды сала салайық. Сосын мына жерде ағаштардың барлығын егіп бастайық. Бұл жақтарға екпейміз, алыс жақтарға егейік. Үйдің алдын өйткені мен тазалап жүрмін. Үйдің алдына кейін мал қора соғамыз, егіншілікпен айналысам, сондай ғой, короче, или болмаса шахта қазам, или басқа да заттарды да істейміз ғой, короче, достар. Бұл серия, общем, бұл серия дегенде выживание рубрикасы өте қызық болып шығады, достар, сіздерге айтайын мен. Так, мына қойды өлтірмей қойық. Тамақтар пісіп жатыр онсыз да. Егер де тамақ азайып жатса, смело өтіп тастаймыз. Короче. Достар, қараңыздар. Менше шахта іздеп жүріп мен ауыл тауып алдым. Потолок, достар, қазір ауылға барып бүкіл заттарын алып кететін боламыз. Достар, как раз ауыл іздеп жүргенде, как раз ауыл керек еді бізге. Негізінде ауыл іздемеген тұғым, мен негізінде шахта іздеуге шыққам. Шахта іздеп жүріп осындай ауылды тауып алғансыз ғой. Қазір мен бүкілін алып кетем ғой. Так, сандық, сандықта осындай бір киімдер бар екен. Так, бұның барлығын осындай киіп алайық. Так, ойбай, все болды, потолок болды онау. Так, жақсы болды ауыл тауып аламыз. Так, ал енді мақта аларды сындыр алып кетейін. Өйткені бұлар маған керек, өте қатты керек. Так, мыналарды да сындырып алып кетеміз. Бұлар да маған өте қатты қажет. Так, осылардың барын алайық. Бұл мен нан жасаймын. Нан маған өте қатты керек. Өйткені нанмен мен қарымды көп тойдыра аламын да. Так, бізде түн батып жатыр. Так, мына мына үйдегі төсекке ұйықтай салайын. Так, өте алмай қалғансың ғой. Арықтау керек, Так, немене бөлен тупиктен тупик, Так, тұрыс, сен ұйықтасаң түрің ұқсап кетеді. Дегенге ұқсап кетеді, сен ұйықтасаң түрің. Так, Артур, бауырым. Бауыры, атықы сенің, атықы. Қара бар. Атықы сенің, бауыры. Қалайық, тыңдаңыздар. Ауыл тұрғындары, мен қазір сіздердің үйлеріңізден, или болмаса егіндеріңізден барлығын алып кететін болам. Кетікші. Бәрін тонашып, іш қайсың қалдырмай, тонап тастаймыз бе. Найға қарылқылаңыз ғой. Так, на ауылда датауы қарбыз бар ғой. Налардың жағдайы менен потолок па дейміз. Налардың жағдайы менен жақсы ғой. Так, енді үйде сандық жоқ екен. Мына төсекті алып кетейік онда. Оранжевый түсті екен, өте әдемі екен. Так, ал енді нантты алып кетейік біз өзімізге. Бұл да бізге керек. Бағанек айтқанымыздай. Барлығын алып кетеміз. Ары бетінде егіншілік бар екен. Барлығын алып кетеміз. Сол егіншілік. Дымын қалдырмын ауылдың қазір мен деген. Бүкілін алып кетемін. Големді өлтірмей қойын. Голем енді ауылды қорғап жүр ғой. Големді өлтірмей қойын. Просто көтілер текті ол менің. Соңықтан да өлтірмейм ол големді. Так, нақтан немені бөлі су ағып отыр бүкіл жерде. Так, баян алып кетейік. Піскендерін ғана алып кетеміз. Піспегендерін
keyin kelip alıp ketemiz pişкен кезде деп qo'yasan, o'ynaytamay. Так, mына uyda ko'rek, mына uyda sandiq barmı ekan? Так, mына uyda sandiq жоқ, төзекке olib ketemiz, biroq. Так, mына жақта мен бірдеңе көрдім. Ема, мынау кім? Тесем анау маған? Теспейді екен, ема, немене бәле, ну, ё-моё. Так, ойбай, безәует, немді таптап кеттім сенің, ё-моё, кешір, айди. Так, мына жақтан мен алып кеткен екен, мына факел алып кетейікші. Үйімізде факел жоқ шығар, тесмелетай. Так, бізде енді бомбышымыз ғой енді біздегі. Так, мына жақта ештеңе жоқ екен, сандық жоқ екен, мына жақта да сандық жоқ. Немене бәле, сандық жоқ. Кузнецкий бар ма екен мына жақта? Ема, Кузнецкий болса күшті болар еді, ё-моё. Так, мына жақта немене бәле, судың бәрі төгіліп жатыр ма әлі? Ағып жатыр ма? Так, Кузнецкий жоқ па не? Ё-моё. Кузнецкий бар ма деп қойдым негізі. Кузнецкий болса, Кузнецкийдің ішінде алмаз болса, ой, бұл өзі жағдайың. Ля-ля, ол өзі, ё-моё. Так, не істедім? Дедім ба, не қал дедім өзі, ё-моё. Так, бізде енді мына үйді ғана қарау ғана қалды, шықты деген ғой еді негізінде. Так, мына жақта бірдеңе бар сияқты ма, я? Так, бірақ ештеңе жоқ секілді деп қоямын, бірақ. Так, жарайды, мына ауылдан барлығын алып кеттім ба не мен уже. Так, мына үйді, ана үйді тонадым мен, аяқта тонадым. Так, факелдерді алып кетеміз. Үйімізде факел жоқ атасында, ё-моё. Так, мына үйді алып кеттім ба? Сандығын алып кеткен екен. Так, басқа үй жоқ па не? Сендер менің қарағанда бомбышсыңдар ма дедім. Ой, ё-моё, үйлерің аз, Кузнецкийлерің жоқ, ё-моё. Так, ағы беттен қарап шайын, ағы бетінде тағы бір үйлер ма, Кузнецкий ма тығылып отқан шығар, я барып көріп қайтайықшы. Так, ағы бетін бір көріп қайта салайын. И бізде ағы бетінде ештеңе жоқ қой, ағы бетінде, ё-моё. Бопта, үйге қайттық онда. Көмірді алып кетейік. Достар, мұны ауылдан енді алатымыздың барлығын алып кеттік. Ал енді үйге қарай қайтайық енді, ё-моё. Бүгін шахтаға барып үлгермедім, бірақ та бүгінгі бөлімде мен ауыл тауып үлгердім. Мен примерно осы жерден аяқтайтын сияқтым видеомды. Ал ендеше достар, сіздермен бірге болған мен Олжас, қош сау болыңыздар. Давайте видео ұнаса арнаға тіркеліп, осы видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Давай.